Баршаңызға қайырлы күн достар. Менің күнделікті тіршілік атты каналыма қош келіпсіздер. Мен де бүгінгі тіршілігім мынау үй гүлдерімнің топырағын ауыстырамын. Топырағын ауыстырып және кейде бірдей гүлдерді бір-біріне қосып кішкене горшоктарын азайтамын. Және мысалы мына екеуі мынау үлкейіп кеткен уже, осыны кішкене үлкендеу горшокқа тереңдеп отырғызып, екеуін бір горшокқа қосамын. Сосын маған коллекцияма жаңадан гүлдер қосылды. Мынау міне Кротон, Драцена. Екеуін жолдасым 8 мартта сыйлады. Сосын мынандай плюш Хидера дейді. Осыны өзім сатып алдым. Енді тағы да кадрға сыймаған гүлдерім бар. Тағы да солардың бәрін бүгін топырағын ауыстыратын боламыз. Бірге болыңыздар. Мынандай кокосовый субстрат алдым, 4 литр. Бұны осылай алдын ала су құйып 15-20 минут қойып қоямыз. Мінекей достар, 10-15 минутта кокосовый субстратымыз дайын. Менде мында кокосовый торф 70%, кокосовый чипсы 30% депті. Менде сондай аралас екен. 4 литр. Мен 4 литрға 1 литр су құйдым. Жылы су. Осындай әдемі. Топырағымыз дайын болды. Мінекей достар, гүлге араластыратын заттарым. Мынау кәдімгі топырақ, янтарный край дегенді алдым. Мынау вермикулит. Мынау кәдімгі жұмыртқаның майдаланған түрі. Өзім үйде қолданған жұмыртқаларымды майдалап осылай дайындап алдым. Мынау древесный уголь и перлит. Сосын мынау жаңағы кокосовый субстратымды осыған қосамын бәрін. Қазір мен бәрін араластырам. Егер мынау қоспалары кішкене аздау болса, тағы да қосамын. Ал достар, міне бисмилля деп бастайық. Мынау пеперомия деген гүл. Қыстың күні терезеде тұрып тамырлары үсіп қалған бұл гүлдің. Тамыры үсіп, бетін алып жай осылай тыға салған. Біздің тереземізде су қатты өтетті, сон қатты аяз болған кезде, бізде Астанада аяз қатты ғой. Сол кезде тамыры үсіп қалған ғой, топырағы үсіп қалған кәдімгі. Тамыры жаман емес. Тамыры жақсы. Өзінің горшогын жуып әкелдім. Осы өзінің горшогына отырып алайын. Астына керамзит. Кішкене топырақ салып. Өзінің топырағына горшогына отырғызамын. Мен малачай деген гүлімді өзі 2 горшок бұл. 2 горшокта тұр.
Өте жақсы гүл достар. Мына қысы жазы жарық жер күннің астында да тұра береді. Жарық жер болса болды, өте күшті гүлдеп тұра береді қысы жазы. Ешқандай уходтың керегі жоқ бұған. Уақытында тез-тез шөлдеп отырады. Сол шөлдеген уақытында суын құйып отырсаңыздар, өте жақсы гүл. Өліп қалады демейсіздер, өзімен өзі өсе береді. Егер жарық болмаса, күн түспесе, бірақ гүлдемей қояды бұлар. Ал жарық жақсы түсетін жерде тұрса, міне осылай қысы жазы гүлдей береді. Өте жақсы. Бұнда тамырлар өте жақсы. Міне қазір екеуін босатып, мына екеуін үлкендеу горшокқа біріктіріп отырғызам қазір. Мінекей достар, екеуін де тамырын ашып дайындап алдым. Енді мынандай үлкенірек горшокқа отырғызам. Астына керамзит саламыз. Топырақ салып. Енді қырқап кішкене жаңартып шығаруға болады, бірақ енді қимай тұрмын. Осы бойынша кішкене тереңдеу қылып отырғызғым келіп тұр. Тікенектер болыпты. Мінекей достар, осындай әдемі пышный кустик болды. Енді достар, міне мынандай герань деген гүлім бар, бұл гераньді ауылда қалай болса сол өсе беретін гүлдердің бірі ғой. Менде дұрыс өспей жатыр. Міне былай жапырақтары солып қалады. Мына біреу міне түбі вообще өліп қалды. Міне суын көп құйып қоя беремін да, суын дұрыстай алмаймын. Бұны енді мен қазір екеуін қосып фитильный поливқа отырғызым келіп тұр. Фитильный поливта енді суын көп құйып қойдым, аз құйып қойдым демесін. Жаңа астында жіппенен өзі керек суын ішіп отырады. Мінекей, тамыры жаман емес, тамыры жап-жақсы. Мынаның тамыры онша емес екен. Қазір енді екеуін бір горшокқа қосып отырғызам бұнықты. Мінекей достар, мынандай прозрачный не дайындап қойдым. Міне астынан жіп өткізіп, мынандай. Жібін кішкене былай тартып қоямын, астына суға тиіп тұрады. Астынан керамзит. Кәдімгі осы топыраққа отырғыза беремін.
Бүгін қырық тастайық. Мінекей достар, міне отырғызып болдым. Енді астына мынау кәдімгі майонездің шелегі. Осыған су құйып, кәдімгі өзіміздің ішіп жүрген фильтрованный судан құямын. Мінекей осыған қойып, мына жібі осыдан тартып өзі су ішіп тұра береді. Осылай суы бір қалыпты тұрады, а то мен түк өсіре алмай жатырмын. Суын көп құйып қоя беремін. И тамырлары шіріп, дұрыс өспей жатыр. Достар, енді менде мынандай апельсин отырғызғам. Білмеймін, тыста отырғыздым ба, білмеймін, бір 4-5 сүйегін тастай салғам, осылай шықты. Біраз қурап қалды, алып тастадым. И қасына мына біреу маранта ма, білмеймін, бір танысымнан әкеп тыға салғам. И бұл да өсіп тұр. Қазір енді осыларды бөліп, 2 кашоққа отырғызым. Мынау негізі 5-6 сүйектен шыққан ғой. Бір-біріне, видимо, тығыз болады ма, дұрыс өспей тұр ғой. Қанша уақыт тұр, осылай тұр. Вообще өсім бермейді. Соны енді бөлік отырғызам. Осылай екеу қылып, мынандай стаканчиктарға отырғызам, міне тамыры. Мына біреу қалды, бұны жалғыз өзін отырғыза салам. Бәрін бірге отырғыза салайын десем, дұрыс өспей жатыр. Осылай дара-дара отырғызып көреміз. Ал енді мынау маранта, мінекей. Бұны да осылай стаканға отырғызамын. Кішкене жақсылап өсіп, әлденіп алғанша. Өте ұзақ тұрды менде, бұл да қанша уақыт тұрды. Әрең дегенде сол мына жапырақтарды шығарып, міне шетінен жапырақтар шығарып отыр. Енді осы жақсылап әлденіп алғанша осы стаканда өсіріп аламын. Енді мынау сансевьерия гүлі. Негізі осы жақын арада топырағын ауыстырып отырғызғанмын. Міне қараңыздар, тамырлары прям симай, сиіп тұр, бірақ мына шетінен міне балапандарын шығарып жатыр. Міне. Осын енді тоже свежий топырақпен ауыстыра салайын деп тұрмын, кішкене кеңіректеу неге, өйткені олар уже өсіп, скоро уже орын болмай қалады, тоже ауыстырып аламын.
Бұл да ешқандай уходты керек етпейтін гүл. Өте жақсы. Егіп қоясың, өсе береді. Мінекей қараңыздар. Мына деткасы мияқта шығып жатыр. Мына горшокқа тіреліп, дұрыс өспей қалған. Енді кең горшокқа отырғызсам өсетін шығар енді. Қазір мынаны отырғызамыз. Мінекей достар, кеңірек неге отырғызып қойдым. Бұны мен даладан тауып әкеліп отырғызған. Міне маған келгелі мынау детканы берді. Міне мынау детканы берді. И тағы 2 детка шығарып келе жатыр. Өте жақсы гүл. Егіп қоясың, өзімен өзі өсе береді. Және үйдің ауасын жақсы тазартады екен. Ал енді бізде кезекте мынандай шырмауықпенен традисканция дейді. Мынау хлорофитум. Өте күтімді қажет етпейтін гүлдер бұларды. Осыларды екеуін енді тамырлары өте кішкентай, міне. Тамырлары шықпаған, бірақ екеуін бір горшокқа отырғызым келіп тұр. Кішкене орын экономда өсіп. Пока жақсылап өсіп кеткенше бір горшокта өсе тұрсын. Мінекей достар, екеуін бір горшокқа отырғызып қойдым. Былай жайылып, мынау былай жайылып, мынау былай жайылып өсе береді. Ол енді менің новинкаларым достар, міне широколистный драцена. Тфай-тфай жақсы өсіп жатыр. Міне маған келгелі мынау жапырақ шығарды. Мынаусынан да тоже жапырақ шығарып келе жатыр. Бұны толық топырағын тазаламаймын. Кішкене беттерін алып, шамалы тамырларын босатып, мінекей достар, бетін ғана алып, сәл ғана тамырларын босатып алдым. Енді бұны өзінің горшогынан шамалы үлкен горшокқа отырғызамын. Кашпо. Перевалка дейміз ғой, перевалка. Кашпо. Келесі новинкам кротон. Бұл да тфай-тфай жақсы өсіп жатыр. Бұны да перевалка жасаймын қазір. Өйткені менің топырағыма кішкене үйреніп алғанша. Мінекей тамыры өте жақсы. Жай бетін ғана аламын. Мінекей достар,
босатып алдым. Тамыры өте күшті. Енді тура осы горшокқа отырғызам, өйткені бұған лайық басқа горшогым болмай тұр. Или мындайға отырғызсам қалай. Мынаған астына керамзитті молырақ салып осыған отырғызам. Мынаған әдемі келеді екен. Ата анау топырақ, горшок кішкене тарлау болады. Тамырларына өсетін орын керек. Толық тазалап тастауға қорқып тұрмын, өйткені жай топыраққа үйренбеген тамырлары. Соны кішкене үйреніп алғанша солай перевалка жасаймын. Мінекей достар, мына горшокқа әдемі кетті ғой деймін. Гүлді болып. Күшті. Ал енді келесі новинка мынау плюш. Хедера деп айтылады екен. Тамыр кеуіп тұр прям. Бұнда сол жаңағыдай, бұларды сатып алғалы әлі топырағын ауыстырмаған ғой. Сол енді бұларды перевалка жасаймын қазір. Өйткені қорқам. Мен бұрындары гүл әкелсем, әкеле салып жаңағы топырағын ауыстырып, бөліп тастап, солай нететімін. Сөйтіп өлтіріп алам. Ол дұрыс емес екен. Кішкене үйренгенше перевалка жасап, кішкене үйретіп алуымыз керек екен да гүлді. Мен оны өзімше көбейтем деп бөліп тастап отырғызам да. Алдын алған бір мужской счастьем болған. Соны солай бөліп нетем деп өлтіріп алдым. Соны біреу ғанасы қалды. Фитильный поливқа отырғызып қойдым. Бұған енді горшок. Бұған енді мына горшокты отырғызам енді. Керамзит. Тазалап, кішкене тамырын босаттым. Осылай перевалка жасаймыз. Бұл да жаңағы сондай капризный гүл емес деп дейді. Сол үшін алдым. Капризный гүлдерден шаршадым, дұрыс өсіре алмайым, өліп қалады. Сол осындай аса күтімді қажет етпейтін гүлдерді алып жүрмін. Сондайларға қызығып жүрмін қазір. Өйткені өсіре алмағаннан кейін өліп қалады, обал. Мінекей достар. Не отырғызып қойдым. Енді қалған майда шүйде гүлдерім қалды. Соларды да бәрін қазір осылай отырғызып аламын. Сосын менде міне мынау гүлге мынандай топырақ, мынау гүлге мынандай топырақ деп бөліп нетпеймін. Бәріне осылай бір топырақ общий дайындап аламын. И общий бәрін осыған отырғызамын. Қазір енді қалғандарын бәрін осылай отырғызып шығамын. Мынау Ктенанта деген гүл ауылдан Шымкентте мамамнан әкелгем. Живучий гүл екен. Бұл сразу алып кетті, әкеліп отырғызғаннан кейін. Тағы Диффенбахия деген гүл әкелгем, оны өсіре алмадым, өлтіріп алдым. Мынау декабрист. Бұл да никак алып кете алмай жатыр. Енді міне тамыр беріп, енді нетіп жатыр. Өсетін шығар енді.
мына бір гүл, бір китайский дерево сияқты бірдеңе, атын білмеймін, тоже никак өспей жатыр. Мына толстянка алдын топырағын ауыстырғам, содан майда шүйдасты осылай тыға салғам, тамыр беріп қалыпты. Бұларды қазір бір горшокқа салып, бәрін бірге қосып отырғызам. Толстянкада күтімі сондай ауыр емес, әйтеуір өсе береді. Суын көп құйып қоймасақ болды. Суккулент қатарындағы гүлдер, бұлар суды көп қажет етпейді. Терезенің алдында, күннің астында тұра береді, өсіп. Мына бір гүлім қыстың күні бұл да терезеде тұрып, тамырын негізі үстіп алдым, содан кейін дұрыс болмай қалды бұл. Енден тамыр шығарыпты, міне енді бұдан кейін өсетін шығар. Декабристе тек түк өскісі келмейді, әйтеуір әрең дегенде. Енден майда жапырақтар беріп жатыр, енді бұдан кейін өсет шығар деген үміттемін енді. Лейтенанта гүлі ұнады, маған тоже жақсы екен. Қалай отырғыздым, солай сразу жапырақтар беріп, деткаларын беріп, түбінен тағы детка шығарып жатыр. Жақсы екен. Мынау өзімнің женское счастье гүлім. Бұл биыл енді жақсы өсіп жатыр. Бір-екі детка берді, жапырақтарын шығарып, жақсы өсіп жатыр. Бірақ сонда да мына жапырақтардың шеттері кішкене қарайып қалады. Суын кішкене көбірек құйып қоям, наверное. Так тамыры жақсы. Гүлдемеді бірақ. Жапырақтарын бірінен соң бірін шығарып, жақсы өсіп жатыр. Кашпоға отырғызамын. Как раз тамырына әдемі келіп тұр. Отырғызатын гүлдерім осымен бітті. Гүлдерім рахаттанып, ары қарай өсе беретін болады енді. Міне гүлден шыққан ескі топырақтар, міне қазір керамзиттерін, тамырларын бәрін алып кішкене тазартып, бұны қойып қоямын. Подъездіміздің алдында 3 баллон бар, соған гүл егеміз, ертең кішкене күн жылыса. Мына бір гүлдерді аты қандай екен білмеймін, бір парктен ұрығын әкеліп сеуіп қойғам, осылай шығып тұр. Әдемі гүлдеп тұрған, әйтеуір қызыл, по-моему, гүлдейді, ұмытып тұрмын. Септем, әйтеуір шықты. Осы топырақтарды соған, сол баллонға апарып себеміз. Міне қалған гүлдерім, айыру тыныш. Міне достар, қалған гүлдерім, мынау жаңа герань, міне фитильға отырғызған. Сосын міне мынау мужское счастье менен женское счастьені фитильға отырғызған. Мына мужское міне жақсы алды, уже нормально өсіп келе жатыр. Мынау әлі кішкене дұрыс ала алмай жатыр. Әлі көп болған жоқ, 1-2-7 болды отырғанына. Сосын мынау долларым, бұның топырағын ауыстырған жоқпын. Былтыр топырақ ауыстырғанда суретін қойып кетем, кішкентай ғана болған. Ал қазір міне активно өсіп жатыр да, міне нелерін шығарып. Сосын қорықтым бұны тамырын ашуға, сол себепті бұны ауыстырған жоқпын. Пока мыналар үлкен болып шыққанша күте тұрам. Мынау фикус міне тоже жаңадан отырғыздым. Тамырлар тоже енді ғана шығып келе жатыр. Міне жапырақ беріп жатыр. Бұны да тесуге қорықтым, пока тұрсын. Мынау каланхой жақында отырғызған. Өзі 2 горшокта еді, 1 горшокқа отырғызып, осылай пышный жасап қойдым. Мынау толстянка тоже жақында ауыстырдым. Топырағым бұл нормально. Ал енді мынау орхидеяларым. Менде 11 штук орхидеям бар. Биыл
тек бір мынау ғана орхидеям гүлдеді, қазір уже гүлін тастады. Қалғандары әлі гүлдеген жоқ, но бірақ нормально өсіп жатыр бәрі. Мынау да міне суылып нетіп тұр еді, міне түбінен жапырағын шығарып, енді өніп, енді өсіп келе жатыр. Достар, менің осы YouTube каналымды ашқаныма 1 жыл болды. Былтыр осы апрель айында, және осы үй гүлдерінің топырақтың ауыстырумен бастағанмын. Бұл жерде бірақ тек орхидея гүлдерімнің топырағын ауыстырғанмын. Ол кезде 3 болған. Ол 3-дің 2 орхидеямды өлтіріп алдым. Одан бері шетінен жинап, қазір 11 орхидеям бар. Және сол видеоны қарап отырсам, былтыр каландхоям гүлдеген екен, ол биыл әлі гүлдемеді. Және коллекцияма қаншама жаңадан гүлдер қосылып жатыр. Енді бүгінгі менің тіршілігім осымен бітті, достар. Менімен бірге болғандарыңыз үшін үлкен рахметімді айтамын. Алғысым шексіз баршаңызға. Бар болыңыздар, аман болыңыздар, ауырмаңыздар, сау сәлематта болыңыздар. Келесі кездескенше күніңіз ашық, жарқын болсын.